Сәлем достар, сендермен бірге мен бүгінде де, достар, бүгін біз выживанияның екінші частын жалғастыратын боламыз. Біз көріп тұрғандарындай, өткен бөлімде, яғни кеше осы қыстық ауылға келіп тоқтаған болатынбыз. Және мен сендерден сұрап едім, маған айтты басқа ауыл тапып көрші деп. Ал бүгін соны бастайық. Ал сендер обязательно лайктарыңды басып, артынан тіркеліп кетіңдер. Кеттік. Енді бізде біз кеше қайдан келдік? Ладно, осы ауылды тонап алдық. Мен кровать алып кетейін, бір кровать, потому что на всякий случай үйден міне сундықты тонап қойған шығармын. Мен қар бар екен, угол бар екен. Смена зеркала жинап алайын, но керек емес, таксиналарды бүйтіп жөндеп алайын қолымда. Тамақтарды осында қойып, все. Ой, кроватьты ұмытып бара жатырмын ғой. Сундықты да алайын ба? Керек болар, өзіміз жасағанша лучше дайын сундук тұрсын. Бізге кеш батып жатыр екен. Ладно, осяқты тағы екінші күн түне салайық. Ал кейін бізде ұйықталады, ұйықтап жетін боламыз. Төсегімізді обратно сындырып алайық. Потом жолға шығайық, достар. Так, біз енді қайда барамыз деген сұрақ. Огуреттер өшпепті. Пойти осында кетерігіне тауға шығып барайық. Қыстық ауылда тұрғанда бесполезны бір жағынан, тері не надо бізге. Үйге кірмеген мен. Жоқ, кіріп қоптым. Қыс жерде де тұрған бесполезны, потому что бұяқта көп істейтін тірлігінде болмайды дегенде. Негізі кейбіріне ұнайтын шығар, но не надо, думаю, мен үшін. Ана жақтан келгеніміз, жоқ, ана шеттен келгеніміз, потому что ана мұздық оң жағында тұрған. Бізде, и вот, біз дальше жолға шығамыз. Ай, тиіспейді, көрмеді мені. Ладно, кеттік. Ағаш сындырбамы аптым, Короче, достар, мен бірінші ауылда олайын, кейін видеоны жалғастыратын боламыз. Кеттік, достар, мен жасыл биомды таптым. Мен 2 сағат жүріп таптым деме қойын. Мен яқтан келсем, уже жасыл биом тұр екен. Енді осяқты енді бұйғат еттек. Біз бірінші такс жоқ қой керек емес, уже бізде төсек бар ғой, онда бізге тамағымыз пока что жетеді өзімізге. Мына жаққа барып көрек, бәлкім ауыл бар. Шаруазлар көрек, ағаш сындырып алақ бізге на всякий случай, потому что өзімізді осяқта асыра берек. Аяқта тыквалар тұр екен, ар жақта песок бар. Короче, неғ тұруға болатын қолайлы жер екен. Нана кіріп, на жақын нада істеп алайық өзімізге доска. Потом бір верстак істеп алайық, потом палқылар істеп алайық. Кейін верстагымызды алып, мұнда қойып, берге кіріп бізге топор істеуіміз керек, потому что ағаш сындыруымыз керек. И бір кирка сындырып алайық, болды, осылар жетеді пайды. Кейін бізде енді бізде ағаштар сындырып алайға. Бірінші мен ан жақтан келдім, аяқтарды сындыра берейін. Осы жақта өзім жүрем ғой бәрібір. Так что аяқтарды жөндеп сындырып алайық. Потом береза бар екен, яқта берстагымыз қалып кетпесін. Осы жақта тұрамыз да. Ана жақта палқалар жинап алайын. Мен басқа да березамен соғайын ба емді. Дайте березамен соғамыз, налар тұра берсін. Сундығымды да осында қойып, например, осының бәрін сап қойын осында. Короче, верстақадан сабалайын бірінші. 20 шығады екен. Осыларды алайын тез. Мен енді барып, березаларды сындыр келейін. Таксы, ана жақта. Екі береза сындырып алдым уже. Бағана ана жақта уже палқалар қалды, ар жақта. Солар палқалар қалды, но оларды алмадым. Керек кезде бар боламыз. Үйімізді біз қайда саламыз? Осында сала береге. Например, біз бірінші
Үйге келтіріп алайық. Астына бізге булыжник керек. Мен вообще булыжник алмаптым. Ладно, астын кейін сызамыз. Ой. 96 болады. 96 бәрін істеп алайық осылай. Может, 60-ын істеп салайын да. Ой, шошып кеттім ғой. Вот, короче, біз үйімізді осылай салып алған болатынбыз. Мына бізде әлі бітпеді. Үйіміз жөндейік. Бізге бірінші өзімізге керекті факелімізді істеп алайық. Потому что үйіміз қараңғы, факел естілмейді. Факел. Сделаем. 16 факел болды. Енді осылармен үйімізге жарық беріп шығайық. Осылай 4 қабырғаға іле салсақ болады. Кейін бізге примерно ана жақтан терезе шығарайық. Мені осылай терезе шығарайық. Кейін шахтаға да бару керек бізге. Потому что шахтадан бізге булыжник керек. Булыжникпен біз пеш істей аламыз. Ол жаққа шығарып, иняға фонарамный чуть-чуть. Сондай терезе шығарып, чтобы бүткілін көру үшін. Осылардың бәрін шығарайық десеңіз. Міне болды. Енді пайда болады. Енді біз өзіміз верстагымызға кіріп есік істеп алайық. Міне примерно осындай есіктен істей салайын. Может. Есікті алып осында қоя салсақ болады. Міне пока что үйіміз осы. Яқтан тағы бір есік жара салсам. Осы жақтан тағы бір екі есікпен кіретіндей істейік. Сол жақсы болады. То бір есіктен салып көршейінше сразу екі есік болса тіпті жақсы. Сындырып тастап жөндеп қояйық. Міне бұны енді осылай қойсақ міне болады. Аралық енді сундук верстактарын жүйге кіргізейін. Бірінші біз сундугымыз кіргізейік. Енді верстагымызды тоже алайық. Бірге сразу. Қазір мен песокқа жоқ, бірінші песок болмай тұр бізге. Бірінші булыжник керек. Булыжникті алу үшін біз шахтаға түсуіміз керек. Шахтаны табу оңай емес. Осында қойып ішіне бәрін салайын. Енді шахтаға аттанайын. Достар, мен өзім шахтаға барып 1 стак және 15 булыжник, 18 угол және
20 железа тауып алған болатын. Анау үйдің артында 2 шахта бар екен. Біріншісі аса қатты бай емес, екіншісінің ішінде железа деген тола екен. Но оның бәрін алмадым мен, потому что киркам болмады. 2 кирка жасадым, екеуі де сынып қалды. Сондықтан точно енді киркам сынғанша деп едім. Солай киркам сынып қалды. Солай мен жерді жабуым керек қой. Так, сол үшін бізге каменный инструменттер жасап алайық. Менде палка жоқ па? 2 қанша еді жаңа 15 пе еді менде факел. Короче, содан 2 ғана факелім қалды. Іші бастапқы жерлері жарық, қалғандары қап-қара екен. Сындырып орнына блужны қойып шығайық, чтобы болмыз земля болып тұрмау үшін. Кроватьті де сындырып алайық қазір астан. Осының бәріне жеткізу үшін мен басында азғантай алып қойдым. Блужникті содан кейін есіме түсті, чтобы жерді біз блужникпен істейтініміз. А то мен шахтаға шахтаға қайттан баратын едім. Но болмадық. Осылай бүткіл жерді сындырып алайық. Есіктерді сынып қалып, жерлер вообще сынып жатыр. Короче, қопарылды үйім. Ладно. Бізге мыналарды землямен бітіп жаба салайық. Потому что оған блужный жете ма қазір, жетпей ма оны білмейміз. Так что міне Бұлда үшін железамыз біздің балқыған 15 балқы қопты уже. Осылармен бірден сұрауын сонда. Өзімізге кирка жасап алайық, кейін табор жасайық, кейін өзімізге меч жасайық, сонымен штаны жасайық, сонымен бітті. Түнгі күтіпті дала ұйықтай жасалаш. Кесігім түгім істелмеді мен әлі. Осыларды естестеп тастайық. Енді киркамызбен енді тесінді. Негізімен бағана каменный не жасаған кирка. Олым да сынып қалды. Ай! Шуш жүрді олма. Соғысындар мен. Жетпеген сендер едіңдер. Өлетін біле тұрып мен соғыс өтем. Бұл қап-қапты. Есімізді ашып кірейік. Так, бізге енді тереземіз істеуіміз керек. Мен қолымды тазартып алайыншы. Керек емес. Пақырды керек емес. Налардың бәрін суынып қосып қойын. Бұлар әлі керек емес бізге. Наларды бәрін сылайық. Кейін грядкада істеуіміз керек. Так, мен бірінші барып лопатаны алсын, потому что бізге песок керек. Соған бәрін істей алайын. Барып біз раз песок алайық. Песок по идее бізден жақта, Осы жақтан, міне. Осы жақтан песок алайық. Мына жағада жоқ па? Болу керек. И вот самый окончательный все. Короче, достар қараңдар, мен жаңағы стеклом, стеклом пеште балқып бітсін дейсе, дегенше не істерін білмей далаға шығып едім, и осылай істеген кеп кетті, қараңдар. Осылай үйіме істеп қойдым, және стеклоларды да істеп қойдым осылай. Мына жердегі сундуктағы бағанағы бәрі кетті, мыналар ғана қалды менде. Мынау жаңағы нелерім. Міне. Үйім осындай болды. Басқа тым істемейміз, Ладно, сендерге ұнаса лайктарын басып мені бұлай көрсетейін. Және сыртынан да көрсетейін.
сендерге ұнаса лайктарыңды басып орнына келіп кетіңдер. Осымен видео аяқталды. Сендер болғанмен бүгін Диди аман сау болыңдар.